Бисмилlah ва салату ва саламу аля расулилла, амма бa'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті ағайын, бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз риякерлік, яғни адамдар көрсін үшін жақсылық істеу. Оны қазақта айтады, қожа көрсіндік дейді. Яғни адамдар мақтап жүру үшін, адамдар сені көріп сыртыңнан сөз қылып жүру үшін істелінетін жақсылықтарды айтады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалар сұрайды: Я Расулалла, уама ширкул асғар. Ей Алланың елшісі, кіші ширк деген не дейді? Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ар-рияу. Ол рия үшін істелінетін жақсылық деді. Яғни адамдар көрсін үшін істелінетін жақсылық. Яғни мұсылман адамға, жалпы мұсылман адамның ниеті Алладан басқа нәрсені алаңдатпау керек. Яғни тек қана Алланың разылығы үшін істеліну керек жақсылықтар. Алланың бір разылығы үшін істеліну керек. Бірақ кейде пендеміз, адамдар көрсін деп, Алла үшін істеп жатқан жақсылығымызды Алла көрсін деп кейде араластырып жіберіп жатамыз. Яғни кіші ширктен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты сақтандырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: менің үмметім ширкке ұрынып кетеді деп қорықпаймын дейді. Бірақ кіші ширкті айтады: қараңғы бөлмеде, қараңғы тастың үстінде қара құмырсқаның жорғалауынан да жылдам үмметіме кіріп келеді. Бұл ширк деген нәрсе, кіші ширк деген нәрсе дейді. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сізбенен бізді кіші ширктен сақтандырды? Бұл ғалымдарымыз айтады, үлкен ширктің, яғни Аллаға үлкен серік қосудың бұл табалдырығы дейді. Кіші нәрсені Аллаға серік қосып жүресің, осыны кіші нәрсені серік қосқаннан кейін үлкен күнәға адам ұрына бастайды. Сол кезде Алла тағалаға үлкен ширк қосып қоюың әбден мүмкін. Мысал үшін, жалпы риякерлік деген не нәрсе десе, Алланың разылығы емес, адамдардың разылығын көздеп кету. Я болмаса бір адам Алланың разылығын іздеуі мүмкін, бірақ біраз уақыттан кейін ол адамдардың разылығына ұрынып қалуы мүмкін. Мысал үшін, мен Құранды көркем түрде әдемілеп оқимын. Мешітке келдім, адамдар бар екен. Сосын мен ойландым: мен Құранды керемет оқиыншы. Мені осы адамдар, мынау Нұралы Құранды жақсы оқиды екен деп ойлап қалсын деп, мен Құранды оқысам, бұл Құран оқуым, бұл Алланың сөзін оқуым әуелі Алланың разылығы болмай қалды. Адамдардың разылығы, адамдар мені мақтап жүру үшін оқып қалған болам. Қараңыз. Бұл кіші ширк. Алла сақтасын бұндай болудан. Ал екінші, Алланың разылығы үшін оқылу керек еді осы Құран. Ал енді бұлай деп қойсам да болмайды. Бұл да ширкке ұрындыратын амал дейді. Қой, мен Құранды әсем оқымай-ақ қойын, мына адамдар менің даусымды естіп, мен рияға ұрынып кетуім мүмкін деп, адамдар үшін де оқымай қоюым, бұл да ширк дейді. Яғни сенің қай халде намаз оқып жатсың, қай халде Құран оқып жатсың, қай халде жақсы амал істеп жатсың, сені Алладан басқа ештеме алаңдатпау керек. Қараңыз. Сондықтан да имам Науауидің айтқан керемет сөзі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Бұхариде келген хадис: иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Әлбетте амалдар ниетке байланысты, әрбір кісі өзінің ниет еткен нәрсесіне жетеді дейді. Мына тәніміз, біздің тәніміз, ниетті, жанды қандай керек қылған болатын болса, сізбенен біздің амалымыз да ниетті сондай керек қылады екен. Қараңыз. Сондықтан да біз бұл дүниеде жақсы бір амал істейтін болатын болсақ, ләғанет шайтан соның сауабын кетіруге тырысады екен. Қалай десең, мақтандыруға тырысады екен. Ойыңа әрдайым сала береді. Сен бір істеген, ана інім ауылда қиналып жүреді, қалаға алып келіп, сол ініме үй әпердім, сол інімді жұмысқа тұрғыздым деп адамдарға мақтан үшін, айтқызу үшін ләғанеті шайтан сіздің ойыңызға сол нәрсені сала береді екен. Айттың, мақтандың, оның сауабы жоқ. Шайтанға осы нәрсе керек еді. Қараңыз. Сондықтан Алланың разылығы үшін істеген жақсылықтарыңды ұмытып кет дейді. Құран-ы кәрімде Алла тағала айтады: Я айюхаллазина аману ла тубтилу садақатикум бил манни вал аза.
ей иман келтірген пенделер дейді, сізбенен бізге айтады, істеп жатқан садақаларыңды міндетсінуменен, оларға бір ренжітетін сөз айтуменен садақаларыңды жойып алмаңдар дейді. Қараңыз. Сондықтан да мұсылман адам бір амалды істегеннен кейін ол адамдар үшін емес, Алла разылығы үшін істеу керек. Я болмаса, мен бір жақсылықты істедім ба, жақсылықты ұмытып кетуім міндетті екен. Қараңыз, ұмытып кетуім міндетті. Неге десеңіз, ұмытқан жақсылық Алланың бұл дүниедегі ұмытқан қарыз секілді дейді. Мен біреуге қарыз бердім да ұмытып кеттім. Бірақ бір күн өзім мұқтаж болып отырмын ақшаға. Сөйтіп едім, жаңа кісі келді, Нұреке, мен сізден 1 жыл бұрын қарыз алып едім, кешіріңіз, беруді ұмытып кеттім, я болмаса кешігіп қалдым деп маған берген кезде, анау кенеттен келген ақша маған бір сый болып келгендей көрінеді. Дәл сол секілді мына дүниеде істеген жақсылықтарымызды елге айтып, паш етіп, мақтанатын болсақ, онда оның сауабы жойылып кетеді. Ал егер де мақтанбастан бір Алланың разылығын істедім, бір Алла біледі, және өзім ғана білем деп ұмытып кететін болсақ, қиямет күні сізбенен біз сауапқа мұқтаж болып тұрған кезімізде сізбенен біздің алдымызға мол сауап болып келеді екен. Сондықтан да құрметті ағайын, бұл риякерлік деген адамды бұзатын нәрсе. Біріншіден, мақтангершілік адамды бұзады. Екінші айтады, бұл Аллаға кіші ширк қостырып қояды дейді. Ал Аллаға кіші ширк қостың ба, оның соңы үлкен ширкке апарып сені ұрындырады екен. Ал енді үлкен ширк ол Алланың кешірмейтін күнәсі. Сондықтан да құрметті ағайын, намаз оқысақ та, зекет берсек те, қажылық қылсақ та, қандай бір 5 парыз орындасақ та, онда тек Алланың разылығы үшін орындайық, және істеген жақсылықтарымызды Алланың разылығы үшін істеп ұмытып кетейік. Алла тағала баршамызды риякерліктен, мақтангершіліктен сақтасын.